Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Дұрыс. Жігіттер, машина жасай аласыңдар ма? Кім қолынан келеді, айтыңыздар, екі адам керек ма? СТО-да жұмыс істейтін адам керек. Істейсіз ба? Сізде істейсіз ба? Ой бар ма? Ой бар болса жүріңіз, былайырақ барып сөйлесейік. Қараңыз, есіміңіз кім? Аян, сіз? Мұхамеджан. Қараңыз, мен дана кісілердің көзінше айтпадым ғой, негізі, қараңыз. Күліш алып берем сіздерге. Кәдімгі мынау жап жаңа форс бар ма? Набор алып берем. Амортизатор қысып асыратын мысалға. Сондай керек. Сондай бір 4-5 аппарат алып берем, полный. Арендасын полный өзім шешем бұл жерде. Арендаға жауап бермейсіз 1-2 ай. Сіздер тек қана үйренесіз да істейсіз, болды бітті. Ары қарата істеп кету керек. Мына жерге қайтып келмеу керек қой. Давайте былай келсейік. Телефондарыңызды алып қалайын. Сосын бар Бағордаға бар, таныс жігіттер бар, сол жерге орналастырам қасына. Подсовщик болып жұмыс істейсіздер. Кейін бір жерден аренда тауып берем. Затыңыз бар. Аналардан үйренесіз, бір ай үйреніңіз даже. Рахат қой, үйрену болады. Істейтін түгі жоқ оны, істейтін түгі жоқ ол жерде. Зато мына жерге қайтып келмейсіз, күннің астында азынан кешкешін тұрмайсыз. Ходовка деген почти барлық мәселелерде бірдей. Моторға кір деп жатқан жоқпын ғой сізге. Түсініп отырсыз ба? Моторға кір деп жатқан жоқпын, басқа кір деп жатқан жоқпын. Именно ходовкаға. Мынау жақсы екен шынында да, иә. Біз әбден анау күнделікті живой ақшаға үйренгендікке. Жоқ, живой ақша ғой. Жұмыс бола ма мына жерде күнде? Кей кезде болмай қалады. Болмай қалады, иә. Бүгін болмай қалды. Онда ертең бір хабарласып, байланысып, ары қарата шешеміз, не істейміз, қалай істейміз, иә? Все, рахмет, давай жігіттер, құшақтадым. Жақсы. Ағайын туыстар, бауырлар, біз карситидің ішінде жүрміз. Заттар қарауға келдік. Бір СТО-да жұмыс істеп кету үшін қандай материалдар керек, соның бәрін қарап, бағасын реттеп, соны алып беру керек. Мына жерге келсең, бәрін ала бергің келеді ғой, бәрін ала бергің келеді. Қызығып кетесің, машинесі бар адамға. Оказывается, ер адам машинесіне заттар сатып алған кезде тестостерон көтеріліп кетеді екен. 35-40 нмолға дейді. Ал машине сатып алса 60 екі есе биік деңгейден екі есе көтеріліп кетеді екен, еркектің энергиясы. Сондықтан да ол бекер емес. Саламатсыз ба, қалайсыздар? Жағдайлар жақсы ма? Өзім бір оптовый бағаммен бір және жақсы, мысалға бір СТОшник ходовкамен жұмыс істейтін адамға не керек? Мынандай мысалға. Бір набор керек болады ғой. Аха, бір набор. Сосын бір вороток керек болады жаңағы. Аха. Усиленный керек. Баллонның бөлшектері керек болады. Аха. Мынадан дұрыстаулар, үлкендеулер бар ма? Мынау кемір екен, иә? Кемір екен, жақсы екен, сапасы. Қанша тұрады мысалға мынандай баллонның бөлшектері? Мынаның бағасы 2,5 теңге тұрады. Мысалға жаңағы анау наборың қанша тұрады жаңа мына отырған наборың жаңағы? Көрсетіңіз. Бұл енді несімен ерекше? Бұл жерде жаңағы негізі екі мына трещотка деп айтады. Қолдануға ең керекті заттар ішінде көп қолданбайтын заттар емес, ең керекті заттар қолданылған. Бәрі жиналған. Жаңағы ходовкаға, головкаға мысалы 10-нан бастап 32-ге дейін. Бір СТО-ға не керек? Барлық заттарды қарыштадық. Шамамен 105 000 теңгедей болды. Ең сапалы және ең қажетті деген заттарды жинадық. Енді мынадан кейін екі адам бірігіп істесе, ол бір машиненің ходовкасын жаңағы түгел шашып тастап жинай беруге жеткілікті материалдар алдық. Ары қарата не болатын ертең көріңіздер. Бір адамның тағдыры жақсылыққа өзгеріп кетсе екен. Бар мақсатымыз сол ғана.